Баршаңызға сәлем. Өте жұқа, дәмді құймақ дайындаймыз. Жұмыртқа, шекер, сұйық май, сүт араластырамыз. Ұн қосамыз. Қайнаған ыстық су құйып жақсылап араластырамыз. Табаны отқа қойып қыздырамыз. Егер таба жабысқақ болса майлаймыз. Әдеттегідей құймақ пісіреміз. Құймақ жұмсақ болу үшін ыстық кезінде сары май жағамыз, не болмаса бетін жауып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің құймақтарымыз өте жұқа, жұп-жұмсақ болып пісуде. Кез келген салмамен ұсынсаңыздар да болады, салмасыз да өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.